әріптестер, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Меруерт. Менің каналым аты Меруерт Education деп аталады. Мен каналымда көбінесе жасанды интеллект арқылы қалай дидактикалық тапсырмаларды құрау, ақпараттық инфографика, сториборд жасау, жұмыс парақшасын жасау, әсіресе вайп-кодингке арналған видеоларды көп түсіремін. Сонымен қатар NoteBook арқылы қалай презентация жасауға болады туралы менде видео бар. Әсіресе мына видеом көп жақсы өткен. Осы сияқты көптеген заттарды үйренемін десеңіздер, мен каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен көп сабақтар түсіремін. Менде әлі де жоспарлар өте көп. Сол үшін енді бүгінгі бастайтынымыз, бүгін мен тағы да осы вайп-кодингке байланысты Gemini приложениясын, яғни Gemini жасанды интеллект құралын қолданатын боламын. Бүгінгі мен интерактивті ойын жасап көргім келеді. Ол үшін Canvas дегенді басамын. Canvas деген не үшін қажет? Бізге код жазып берген кезде, мысалы, код арқылы қандай құрал жасалғанын сразу бізге мына жерде экранға көрсетіп береді. Егер Canvasты алып тастасақ, тек қана код жазып та, оның түрі қандай болғанын көре алмай қаламыз. Сол үшін Canvasты қолданған өте дұрыс деп ойлаймын. Мен енді интерактивті ойынның түрін ең алдымен ChatGPT арқылы примерно қандай болады деп суретін жасап алған болатынмын. Осындай лабиринт деген, яғни дұрыс жауапты белгілесе ғана, мысалы бүйтіп дұрыс жауап белгілейді, келесіге өтеді, қате болса жол жабылады, дұрыс болса келесі сұраққа өтеді деген сияқты, соңында мәреге жетеді деген осындай идеяны суретін жасап алдым. Енді осыны шын мәнінде жасап көрейік. Бірінші былай жасаймын. Маған интерактивті ойын. Маған биология, мен енді биолог болғаннан кейін биология сабағына мысал келтірем. Бойынша интерактивті ойын керек. Ол менде лабиринт негізінде болады. Оқушы берілген сұрақтың берілген тест негізінде тұрған сұраққа дұрыс жауап берсе, келесі лабиринтте жол ашылады. Егер қате, онда жол жабылады. Солай соңында мәреге жетеді деп жазайында, жаңағы мен мысал ретінде жасаған суретті осыны жүктеп қойсам да болады. Осы суреттегідей дизайнда жасап бер деп айтайын да. Ал енді мен тағы да Gemini'ді ашайын, болмаса ChatGPT'ді ашайын. ChatGPT. Мен кітап бойынша жасайым. 8-ші сыныптың 1-ші тақырыбын алайын. Беттерін скриндайым. Яғни мен сұрақ құрастыруым керек қой. Осы бойынша сұрақтарды құрастырамын. Енді осы кітаптың беттерін ChatGPT-ға саламын. Маған осы тақырып бойынша 10 тест сұрағын құрап бер. Әр сұрақта 3 варианты дейма. Әр сұрақта 3 не деп атаушы еді? 3 жаңағы А, Б, С. Әр сұрақта А, Б, С жауабы болсын, және бір дұрыс жауап.
қазір маған сұрақ құрап береді. Мен мына лабиринт деген суретті ChatGPT арқылы жасадым, яғни маған өзім идеямды ұсындым, маған лабиринт деген ойын керек, соның түрін жасап бер деген сияқты, иә, толыққанды промптты жазып, сосын ол маған осылай жасап берді. Енді маған сұрағын жасап берді. Осыны көшіріп аламыз, сосын жаңағы жерге қоямыз. Мен қазір саған тестті осында жазамын. Сен сол тестті осы ойынға енгіз. Сосын ол ойын тақтадан шыққанда тақтаға сыю керек, және сыю керек, сыю деген сөз дұрыс жаздым ба? Және ол қолмен басылып жұмыс жасау керек деп мен жаңағы мен даусым анық естіліп тұр ма? Үйде адамдар болғаннан кейін кішкене жай сөйлеп жатырмын. Осының маған кодын жазып бер деп. Егер де мен бүгінгі жазып жатқаным кішкене түсініксіз болса, менің алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, басынан бастап көріңіздер. Менде мына жерде плейлист деген жерде вайб-кодинг тегін сабақ деген плейлист бар. Осы жерде менде міне 8 видео салып қойғам. Негізі тағы да бір мына видеоларды осында қосып қоюым керек. Осы жерден басынан бастап көрсеңіздер, көп затты түсінесіздер. Міне маған Canvas дегенім осылай код жазып жатыр мына жақта. Мына кодтың түрі мына жерде көрсетілетін болады қазір. Дизайн толық сәйкестендіреді. Суреттегі ашық түсті бастау мәре белгілері, ағаштық тақшалар, стиль неге тиімді, қалай жұмыс істейді, блоктар сақталды дейді. Так, міне. Толық көру үшін мына жүктеп алу деген мындай знак тұрады. Соны жүктеп аламыз. Бүйтіп маған код HTML форматта көшіріледі. Міне маған осылай жасап берген. Интерактивті ойын. Экранға бүйтіп бассам болады екен, күшті. Тақырып жазып берген, логика ойлауды дамытады, білімді арқылы бекітеді, дұрыс шешім қабылдауды үйретеді, мотивация арттырады. Сұрақ пайда болады, жол ашылады. Прокурор жасашы негізгі ерекшелігі. Ядросы бұл бізде кішкене басқаша алып жасаған екен. Егор жасасын құрамында міндетті түрде болады ядро. Өсімдік жасушасына ғана хлоропласт, жасуша энергия, митохондрия, нәрі синтез жүреді, рибосома, фотосинтез үдерісі қай органоидта жүреді? Так, хлоропласта. Өсімдік жасушасының қабырғасы негізінен неден тұрады? Селлюлоза. Прокуратураға жататын ағзалар, бактерия. Жасуша тасымалдау қатысатын организм. Тасымалдау бізде жасуша код жиынтығы. Өсімдік жасуша ірі вакуольдердің негізгі қызметі. Міне, құттықтаймыз дейді. Өте жақсы жасалған, бірақ мен енді андай не қылып жасағым келіп тұрды, кәдімгідей лабиринт сияқты қылып. Енді біз соны құрметті әріптестер былай өзгерте аламыз. Мына жерге жазып бола ма екен көрейін. Мына жердегі мысалы мына неге тиімді деген жер мне кажется керек емес. Оны оқушыларға тиімді дегенді алып таста. Және лабиринт сияқты етіп жасап бер. Яғни жолдар болу керек, лабиринт сияқты. Жасайым екен көрейік. Мынау да жақсы шыққан, әдемі, күшті.
бірақ енді мынау сияқты жасаса деп ойлап отырмын да. Қазір көреміз, өзгеріп бере ме екен. Өзгертем десеңіздер осы жерге жаза бересіздер ғой. Міне кодын жазып отыр. Құрметті әріптестер, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен мына жерде описаниямды кішкене өзгертуім керек. Себебі менде тек қана биолог мұғалімдерге ғана емес, барлық пән мұғалімдеріне пайдалы контент деп ойлаймын. Менің инстаграмма, телеграм каналыма тіркеліп қойыңыздар. Телеграмда мен жақын арада көптеген жаңалықтармен бөлісіп отырамын деп ашып қойған болатынмын. Мен сосын қазіргі таңда 1600-ден астам оқырман жиналды, бірақ менде көру саны өте аз. Сол үшін көбірек көріп сабақтарымды қарасаңыздар. Кодым дайын болған сияқты. Міне былай лабиринт сияқты жасапты. Енді мына өте не болып тұр да? Мен былай айтайын. Сұрақтардың тұрған жерлерін лабириттің бөліктеріне кезек-кезек орналастыр. Яғни мына астындағы сұрақ дегенді мына жерге лабиринтке қойайық. Яғни астындағы сұрақ деп тұрған кнопкалар лабиринтте тұрсын. Сосын сол сұрақ дегенді басқанда сұрақ болып ашылады деп бүйтіп. Яғни басында сұрақ көрінбей тұрады деп қояйын да, иә. Басында сұрақ көрінбей тұрады, анан басады, сосын барып сұрақ ашылады деп жасап көрейік. Коды өзгереді қазір. Мынау да жақсы жасалған. Қате жауап берсе не болады екен? Қазір көрейін. Қате жауап берсе осылай істейді екен. Қайтадан просто басып дұрыс жауабын таңдай беруге болады екен. Міне өзгеріп жатыр менде. Код жазылып жатыр. Ұмытпаңыздар, мен каналыма тіркеліңіздер. Деп арасына реклама. Мынандай. Лабиринт. Кішкене лабиринтім ұнап тұрған жоқ. Лабиринт өте шытырман жолдар болуы керек. Соны түзеп бер. Просто битіп қана берген. Маған андай кішкене кәдімгі лабиринт сияқты болып тұрса, андай жол болып. Әрине вайп-кодингті андай қылып прям жасап бере алмайды, бірақ соған ұқсас қылып жасауға болады. Арасында осындай паузалар болып қалса, кішкене алдыға қарай жылжытып жіберіңіздер. Және өте асықпай сөйлеп жатсам, 1x, 2x'ке қойып тыңдасаңыздар болады. Мына жерде менде қате шықты. Қатені түзету. Уже көбірек жақсартқан сайын кішкене қиналып кететіні бар, бірақ сабырмен кішкене күтіп солай жасасаңыздар болады негізі.
себебі әр кез жақсартқан сайын бұда көптеген функциялары кішкене жақсарта бастайды. Ол кезде уже кодтар қиындай бастайды. Көбірек функциялар қосылған сайын мынау кодтар да ұзақ болып сол кезде шатасуы мүмкін да. Сол кезде шатасқан кезде осындай қате шығуы мүмкін. Сосын толық аяқталмай қалады жұмысымыз. Сол кезде кішкене қатені түзету деп қайтадан жазып, немесе бұны өшіріп тастап біраз уақыттан кейін қайтып келсеңіздер, солай жұмыс қайтадан түзетіп до конца жасай аласыздар. Мынаны ашып көрейік енді. Менің айтқанымды түсіндіңіздер ма? Мынау әдемі шыққан сияқты, иә, қараңыздар. Бірақ енді кішкене темный түс, маған темный түс кішкене ұнамайды. Мына жерде қалай жұмыс жасайды, қолда мүмкін қайталау сабақты бекіту деп жасап қойыпты. Бірінші сұрақ: прокод негізгі ерекшелік қандай? Екінші сұрақ деп бүйтіп жабылып, екінші сұрақ деп ашылса, мына бүйтіп ше, бүйтіп кішкене сол жерінде дұрыс жасамапты, ладно, бүйтіп істесе ше. Митохондрия. Давайте сонда жөндейік, әріптестер. Бермейік. Мысалы, бір сұраққа жауап берген соң ол жабылып лабиринтке қайта келу керек. Сосын келесі сұрақты басқанда ол қайта ашылады. Так, көреміз қазір. Мен түсіне ме, түсінбей ме? Түсінбесе, осымен қалдыра салайық онда. Мынамен қалдыра саламыз. Мына менің мысалы. Басылмайды ғой бүйтіп. Мынаны көрейік енді. Міне, күшті. Дұрыс, осылай ғой, өстіп жабылу керек қой. Келесі оқушы шығады, басады, жабылады. Келесі оқушы шығады, басады, жабылады, иә? Міне, өздеріңіз жасап көріңіздер. Бүгінгі сабақ осындай. Мен 100 түрлі идея іздеп қойдым. Яғни 100 түрлі дидактикалық тапсырма құрау. Сол үшін мен каналыма тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.